Babam Ахметчит шээрінің Чукурчак көйінден Қырымдан сүргін етілді қорантасыне. Бабам қорантасын Уралға шығардылар. Краснокамск шээрінің янында баракларда яшағанлар. Соңра 1953 сенесі олар Өзбекстанға Алмалық шээріне көчіп келділер. Анам қорантасы біраз башқа түрлі Өзбекстанда пейда болды. Bizim ecdatlarımız aslı Ялта шээрінде белі insanlardan biri edilер. Оларның қорантасыны зенгін деп 1927 сенесінде раскулачиванияға оғраталар ве зорлап Өзбекстанға алып кетелер. Яңгиюл шээрінің янда Халқабад деген койы бар еді, анда яшайлар. Шу күні bizim анда топланған яшларны 12 данесін яқалайлар, апске алып кетелер. Шу 12 адам арасында анам мен бабам барлар. Процесс чоққа узана. Допросқа алып барғанда оларны коридорларда анам мен бабам көршелер. Әбетте анамны көрмемек мүмкін дегіледі. Пек güzel қадын еді. Güzel, ақыллы, намыслы. Бабам о вақытлар енді 37 яшында еді. Аслыда битамнен қарпабам бабам евлендіріп олама еділер. Ама анамға бір кереден севда олды бабам. Бұтын өмір анамны пек севейді. Евері вақыт айта еді. Бір кереден севдім деді. Тойлары пек балабан әбетте олмай, о вақытлар, ағыр заманлар. Bizim яшларымыз 1-2 ай яшағандан соң битамыз невінде 2 чемоданын топлап Қырымға түшіп келелер. Қырымда яшайлар біраз, кімсені язмайлар әбетте, евлері жоқ, бір шилері жоқ. Асылда анам мен бабам 5 жылдан зияде киралық евлерде яшап, мына бұндай өмір кечірділер, ләкин бір вақыт язықсынмадылар оз алына. Bütün ömür babam olsun, anam olsun. Biz Kırımda yaşamak gerekmiz. O bizim vatanımız. Biz mında vaqtınca dep, vaqt Özbekistan'da yaşayışımız vaqtınca sayılaydı. Aslı bizim Kur'an'tamızda hiç bir şüphe yok idi. Biz mında qaytacağımızı da yaşayacağımızı da. Onlar bizge öyle de terbiye berdiler. Şimdi енді шашам оларға яш еділер. Арқа таяншылары жоқ еді, тек өзлеріне ишана еділер. Зенгінлік, байлық деген шелер жоқ еді. Ама олар бір шеден қорқмайлар, жесур еділер. Қырымға қайтқан соң бабам айта еді. Мен өзімді ең бақытлы инсан дуям, чүнкі мен ветанымда яшайым. Отырайды аз барда күліп, әркезге селам беріп, мен бақытлым деді бабам.